Busan. Бұл 8 ғой, Біз қазір аэропортқа барамыз. Что говорят? В аэропорту не меняйте ему? А? Гостиницаға келдік. Күн ыстық, балалар в шоке. Андай салқын, күшті жасап қойып, понятный иіспен. Бетке бас қойып кішкене и чай. Комплимент ретінде чай берді. Күшті. Нет, это же внутри отеля. Он хочет прибыть внутри отеля. А это дорого? Нет, я хочу Біздің номер. Аханы сізде киім ретіндерімен, аяқ киім, сейф, холодильник, балаларға тәттілерімен. Стишка. Душ. Барлығы аккуратно, тап-таза. Мынау біздің заттардан шаштырған жоқпын, шашсаңдар, бәрін бұзасыңдар деп. вместе будешь ходить. Здесь хочешь? Рабочая зона. И біздің терраса. Бассейн ашады сразу. Терраса. Что тут? Шыға берсін андай әдемі көріңіз. Бірінші дәрі болғаннан кейін ресторанға өте жақын деді. Енді барамыз, әлі барған жоқпыз. Ыстық е. Біздің номер болса, біздің достарымыздың номері. Екеуміз бірімізге жақын. Вот наш номер. Я буду снимать ваш номер. Трусы спрячены. Спрятаны. А тоже нет, да? Две кровати. Чипсы вешай, Дима. Давай, сели. Давай, Ух ты! Қандай. Вы можете нам выкинуть. Ау? Куда же ты? Ничего не можешь сказать? Мы можем полностью. Ауа райы ыстық болғанда влажный ғой. Жаңағы пастельдер, киімдер дымқыл болып көрінеді. Мен жайған киімнің өзі қатты дымқыл кеппеген. Бүйтіп ауа жұтайын десең ауа жоқ қой.
Білем, бәрі айтады енді ертең ерен кетесіңдер деп көреміз. Біз енді сыртқа кішкене шығып қайтайық деп шықтық. Да ыстық, бала шөлдеп келе жатыр. Сусыз болмайды екен. Мерешаның суын тартып алды. Жүр, Санчик, бері жүрші, ана машинадан лайқа шық, солға шық. Сырт жақтан тамақ ішетін шығармыз. Потому что бізде завтрак включен, бірақ обед, ужин жоқ қой. Осы сырттан хотя бы пока тамақ ішіп келеміз. Содан кейін ертең бірақ басталады бізде. Тұр сонда. Обедке. Тайский. Айсәуле, стаканды орнына қойшы, пожалуйста, сындырып аласың әйтіп. Я только хочу купаться. Купаться? Хорошо. Пляжға кетіп бара жатырмыз. Бірінші рет баратыр. Әлі барған жоқпыз. Бірінші береговой болғандықтан жаяу баруға болады деген. Осындай. Аквапарк. Үлкен екен аквапарк. Бірақ мен қорқамын. Бірақ енді территориясы жасыл, әдемі тұра. Күшті. Түкі арғы жақта. Қараңыздаршы, қандай
Еще зоопарк бар. Зоопаркқа бірақ біз кеткен боламыз. О, Санчик, сәуле. Екінші бассейн. Но зоопаркқа біз ертең келеміз. Қазір біз пляжға бара жатырмыз. О, құтырын жақта. Кто это? Кто это? Непонятно бірдеңе. Так, көзімізге қараймыз, папаның қолынан ұстаймыз. Бұл не пляж уже мына жерде. Папаның қолынан ұсташы. Қалай көрмей тұр екен ол. Қолымда екен. Әкел қолымда. Жүгіріп өтіп кету деген түсінік жоқ. Өйткені біз сияқты правосторонний движение емес, сол жақтан жүреді. Сол себепті абай болу керек деп тұрған мен. Ау, бисмилля. Пешеход бар, бірақ пешеходтың өзінде дұрыс өткізбейді екен. Мына отельдан бұлай пешеходпен бәрі кетуге болады. Санжар, артынан жүр. Бүгін қазір күн батып, кішкене салқындады ғой. Жаңа күн ыстықта далаға шығу мүмкін емес болды ғой, демалу мүмкін емес болды. Балалар үйрене алмай, бүгін алғаш қар жауған ғой Алматыға. Ыстыққа үйрене алмай, мама дышать не могу деп. Қазір кішкене үйреніп қалды. Бүгін кеш күшті батып жатыр ғой. Мен балам жүгіріп жүрген. Қазір күн батады. Әдемі болады, Алла қаласа. Мынау пляжы. Адам көп негізі. Өте көп. Мына жерге дейін развлечениялардан. Мынауға. Ар жақтарда да бір қызықты бірдеңе бар, біз барған жоқпыз. Жүгір, Сантик, жүгір! Үлгермей қалды. Жаңа жылдары болмаса да жаңа жыл ат туристерді көңіліне шығу үшін аянбай кәдімгі жасады. Санжар, қой! Санжар! Áo. ทำไมอ่ะทำไมลูก โหจะกินเหรอ แม่ไปไหนอ่ะแม่ไปบอกแม่มาซื้อไป Şimdilik тамақты ішкім аппетитный тамақ ішеді, бірақ ішкім келіп кетеді ғой. Біз енді балалармен болғаннан кейін бұл жерге рисковать еткен жоқпыз келуге. Территориясы әлі де қандай керемет оформление. Ана бордюрға шығыңдаршы екеуің, Санжар, Айсәуле. Артымызда машина келіп қалады әйтпесе. Тып-тыныш, артық дыбыс жоқ.
бергі бетін барлығы осындай жап-жасыл ағаштар. Ал арғы бетінде уже бассейн, зоопарк, аквапарк. Мама! Ау. Теннис ойнап болды. Песишка. Песок деген ыстық, құм деген. Құм дей ма? Құм дейінші. Күшті. Да, параплан. Парапланмен ұшуға болады. Абайлап өтме. Я. Адема, прям ухоженный территориясы. Зоопаркқа келдік. Зоопарк, оказывается, 12-де жабылып қалыпты. Біз 12 жарымда келдік. 4-те ашылады, 5-ге дейін 1 сағатқа ана жерде болады зоопарк. Өздерше киімдер түсіріп жатыр рекламаға. Жүріңдер! Ана жерде фотографтар. Нелерде болды, интернет-магазиндерде реклама жасайды, солар түсіріп жатыр. Таспақа бар, қоян бар, ауық бар, тамақтандыруға болады, нәтиже тамақ береді өздері. Бер, до конца бер ана тамағын. Попугай ұстауға болады. Кірер кезде даже антисептикпен кіргізеді. Үлкен таспаққа ұстау болды, конечно. Қорықпа, отыр қасына. Жапырақты бер, Айсәуле. Rosie, how did I know you'd be here? Что, қыз, Айсәуле жақындап көресің ба? Смотри, какая птичка. Крышка полная. Ничего. Не хочет кушать? Осындай зоопарк сағат 11-ден 12-ге дейін 1 сағат істейді. Одан кейін жануарларды алып кетеді, өйткені қатты ыстық болып кетеді бұл жерде. Оларды салқын жерге апарады. Одан кейін сағат 4-тен 5-ге кешкі жүргізу жасайды. 1 сағат, 1 сағат. Мына жерден өздері тамақтарын береді. Солармен тамақтандыруға болады. Мына үлкен өзінің паркі бар. Қазір бара жатырмын жетіп көру үшін. Әр түрлі өсімдіктер ғой, жапырақтары үлкен. Әдемі. Нақты отырсаң қандай әдемі. Бір ит туралы бірдеңе жазылып тұр.
Қандай әдемі. Тамаша. Осы көрші қонақ үйдің. Әдемілігінен көзім өтіп жанайын. Күлі байлығым аз болса осы енді. Бау-бақшаны қарап тазалап жатыр, суғарып жатыр. Қат шаршап, ыстықтап демаламай кеткенбіз. Бүгін екінші күні уже ауа райы или үйрендік, или бізге салқын көрініп жатыр кешегіден қарағанда. Знаменитый тоқтары. Бірінісіне бірін іле береді. Не берет тоқтар біріншіден бірі. Ол деген замыкать етіп жатады, шықырлап жатады. Кешемен өтіп бара жатқан кезде шықырлап жатқан. Қорқып кеттім, біреу жерге түссе не болады. Бірақ мынандай шатасқанда тоқтар жерге түсе қоймайтын шығар. Бүгін мынандай кафеге келіп тамақ жейді. Мынау не норик? Fried shrimp with garlic and pepper. С таком и перцем. Этот Вау! Горячая. Пусть остынет, возьми, ладно? балаларға тамақ жоқ, ұялмайды деген. Өзімізге паттай заказ бердім. Қазір бірінші реттен көретін. Здесь место по мне очень посвящен. Видимо. Это рисовать? Watermelon? No, I saw this. And for us, which one? Тоже pineapple? Я думал, вот поменять, что ли. Мынадай ресторанда болып тұрғаны. Бағасы жақсы, дәмдері де өте керемет болды. Залдың жолы аз, екіде болған кезде кішкене қымбатырақ болды. Мангалға келдік. Қандай Давай, давай. Пол везде порежем пасту. Не, она ты перешли. Кесіп береді ма? Кесіп берсек? Манго жеп кетіп балалар. Okay, one this and four this. Сейчас берем все.
Мына жерде анаша тарту, сату, заңды түрде рұқсат етілген. Ең қызығы. Магазиндер ашып қойып сата беруге болады. Кішкентай бала мұнда ойыншық сатып 50 бат деп. Жалғыз өзі жалаң аяқ. Қорықпай ештеңе сата береді. Мен балам тұрмын да сатып алып тиіс. Оны сатып алды. Екіншісі қайда? 100. Мен мынандай мороженое алдым. Драгон фрутпен. Қазір дәмін көреміз. Мыналар жертва рекламы. Ойыншық алып отыр. Айтпақшы, біз бәріміз ауырып келгенбіз. Негізі мен жолдасым ауырып қалды, потом екі бала мұрындарынан су тоқтамайды. Күз келе салысымен, отопление қосыла салысымен басталады ғой. И бүгін екінші күн бір мұрындарында су жоқ қой. Күшті бір ауырмайды. Бүткіл дәрілерді үйіп алып келгенбіз, бір дәріні қолданған жоқпыз, Аллаға шүкір. Енді негізі 7 күн азақ екен, біз ертең уже 5 күннен қайтамыз деген ой келіп жатыр. Уже деп келгеннен кейін в основном орыстар бір айға сөйтіп келеді, сөйтіп бір айға сөйтіп жатып келу керек сияқты мына жерге. Бірінші күндер ыстық болып, шыдамай болып, балалар жылап мазасызданған. Қазір 3-ші күні уже вроде нормально, уже үйренген сияқтымыз. Базардан, бағанағы базардан осындай фруктылар алдым. Дәмдерін татып көреміз. Бәрін бір уақытта негізі татып көруге болмайды дейді, потому что аллергия беріп кетуі мүмкін біреуге. Мен свой риск и страх. Бәрін дәмін көрейін деп жатырмын. Потом аттарын білмеймін. Түсініксіз аттар әлі маған. Ұмытып қалдым. Мне кажется, личи деді ма бұл. Сұрадым, сұрағаныңызды бәл жіберуге болады. Дәмін көреміз. Салфетка қойды. Сочный ғой. Дәмі бар ғой. Ұқсайды, непонятно. Ортасында косточкасы бар екен. Сочный екен, бірақ дәмі қатты тәтті емес. Тәттілігі жоқ, былайша айтқанда. Бірақ өзінің бір дәмі бар басқандай. Қыртылдап тұрып желінеді екен. Мынау драгон фрукт жаңа бізге кесіп әкеп берген. Мынау мангустин ішінен. Қалай әдемі көрінеді. Мына жерде ананаспен оформление жасап қойған сияқты. Біз қазір лонганың дәмін көріп жатырмыз. Кішкентай ала косточкасы бар. Тәттірек, өте дәмді. Маған ұнады. Енді біреусін қайсан аллергия шықты деп ойланатын шығармын, мен бәрін жеп деп. Чтобы понять, что это вообще. Тесто сияқты, если честно. Интересно, дәмді. Косточкалар қойып екен. Но тәтті. Лонганнан да тәтті екен. Сахарная яблоко. Иә, сахарная яблоко айтып қапшарды. А мынау змеиный фрукт деп аталады, иә? Бұны қолмен ашамыз. Ашылуы кішкене қиындау екен енді. Қолмен ашып жүру керек екен бұл.
Жарайды, жартысын көрейін хотя бы. А то вообще уланып қалып жүрмін. О! Лимон? Лимон емес. Где-то маракуйя мен манgoның арасы. Вообще интересно мынаның да иісі. Ең ерекше мынаның екен. Так. Енді мангустинның дәмін көреміз. Чеснок сияқты түрі. Мангустин, онда мен ең любимый фруктым болады. Күшті. Мангустин обязательно дәмін көріңіздер. Змеиный фруктыкын көріңіздер міндетті түрде. Мұнан асабы рекомендация бере алмаймын, өйткені тәттілігі жоқ былайша айтқанда. Драгон фрукт екі түр болады екен, біреуі ақ, біреуі осындай қызыл. Бізге айтты, что осы түсі өте дәмді деп қазір көреміз. Өте дәмді. Мен екі любимый фруктым болады енді. Мангустин и мына қызыл драгон. Күшті екен. Вроде все. Міндетті түрде Таиландқа келсеңіздер, барлық фруктлардың дәмін көріңіздер, бірақ міндетті түрде өздеріңізбен бірге аллергияға қарсы супрастин, филистил, мазь, ел барлығы болсын. Она келсе мұрын жарады ғой. Мороженое. Еда. Көзіңе қарай. Енді бізге бір старанаға 4600 теңге шықты. 1 сағат күтемін дейді. Мен балалармен болғаннан кейін осылай ыңғайлы. Енді одан арзан табуға болады негізі. Сосын баламен болғаннан кейін жарайды деп көне салдым. Жолдасым болса, балаларсыз болса арзанырақ тұруға болады. Гостиницадан келіп алып кеттім. Он будет спокойный. Сізді Көктөбеге баратын жол сияқты кішкене. Даже есть на пустая, есть на пустая. Біз көйлекке келдік, жақсы болды. Мынадай киініп жүруге болмайды екен. Қысқа киінуге, ашық шаш жүруге. Ана жерде қыздардың барлығы шалбар киіп жатыр, мынандай. Түсінбеймін, не үшін киіп жатыр десем, оказывается, кірген кезде қарап тұрады екен, ана жерде тексеріп. Болмайды екен. Адам көп. Өте көп. И это все менің қызымда ничем не удивить. Жүріңдер, ар жақты көреміз әлі. И это все такое. Жүр, Санжар. Hij gaat zeer bij. Mensen kunnen goed haar.
Сан. Не знаю, где-то здесь есть они, точно. А как они сами не уходят? Они хотели звонить. Мам, а вот колокольчик Яна, молятся. Тигрлар тамақтандыруға келді. Ой, тамақтандыруға емес, тигрлармен суреттеп келдік. Балаларға кішкентай тигр болады деді. Үлкен тигр болмайды деді. Қорқпайды? Тигр. Ананас с жареным рисом, креветками, кальмарами. Көреміз дәмін. Дәмін көреміз. Жареный рис, жүгері, кальмары, креветки и ананас. Прям на вкус. И горох бар екен А зеленый. я не могу. Дәмді. Ананас. Ананас болғаннан кейін ба? А, вот еще изюмның дәмі. Бәсе бір тәтті дәм кеп жатыр. Ананастың изюмның дәмі тәтті отыр. Харан шопинг мол видно. Бұл жерде киімдер пляжға арналған алуға болады. Жалпы өздеріңізбен бірге алып киім осы жерден алсаңыздар болады. Бағасы қатты қымбат емес. Мына жақта экскурсиялар жетеді. И массаж жасаған адамдар өте көп. Бағалары біздің гостиницамен бірде бір сағат жасап береді. Примерно бір 6.000 теңге, 5.000 теңге шығады. Барлығы массаж жасайды. И қарама-қарсы ресторан. Мынау гостиницаның рестораны болу керек. Жолды абайламаса негізі. Прям кесінен жүрек машиналар. Гостиницаның ортасында осындай не жасап қойғанда ашық сад. Күшті көрінеді және күшті осылай дауыстар естіліп тұрады. Кеше жаңбыр жауған кезде мына жақта біз естіп қалған. Түсіріп жатырмын видео. Қандай әдемі екен. Ал тук-тукпен бірінші жүріп көрейік деп жатырмыз и неге бара жатырмыз? Халал ресторанға. Тук-тук называется. Площадка свалген, сағат 3-ге жүріп жатыр. Сол.
Семиланский острова дейді ғой. Аралдарына, Семилан аралдарына баруға келдік. Бізді машинамен жерге алып келді. Ішінде тамақ ішіп, ар жағынан кет, суға түсіп, кетін заттардың барлығын алып, ары қарай баратын боламыз. Осы жерден купальниктеріміз киіп алдық. Мына жерден специально суретке түсіріп алады екен. Естелікке дейді, бірақ естелікке емес, страховка ғой. Қаншадан кетті, қаншадан келді білу үшін. Адам көп жан-жақтағы аралдарға кетіп жатқан. Мына жерде тіркейді, барлығын ар жақта өзі завтрак береді. Завтрак шотермен болған. Болды ішпе? Семиланские острова открываются 15 октября, закрываются 15 мая. В начале июня начинают выходить черепахи на острова, откладывают яйца. Инкубационный период, потом рождаются вблизи островов, потом уплывают в открытый океан. 15 октября все маленькие черепашаты уплывают, и туристам разрешено посещать острова. The board of the sea star and our board name Daltale number 2. Обедке келдік. Семилан. Мынандай әп-әп қомшып жұмсақ, оннан да он сияқты десем болады. Су деген көшпенде, тап-таза. Том-ям. Где брали? Сегодня было, да. Это вареные. Что башки хапаем? Смешанный с чем? Мидбол. Где? Өте төменнен көтерілдік. Негізі қорқынышты, адам көп, суретке түседі. Тайып кетуге болады, сол себепті міндетті түрде абай болыңыздар. Және аяқтарыңызға жалаң аяқ болмаса, осындай жұқа аяқ кию керек. Тек жағалауға арналған. Негізі өте қауіпті жер екен. Шыңғырма, неге шыңғырасың? Мен сияқты екі баламен келгендер болса, лучше ана төмен жақта тастап кетіңіздер, тастап кететін адам бар болса. Отырсыңдар екен, шоколад жеп. Лишний бір қозғалыс, и бах, и так. Үйге жинап жатыр, осындай ыдыстарға салып береді. Үйге деп сұрай береді.